Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиет сабағына қош келдіңдер. Сабағымыздың тақырыбы табиғат құбылыстары, қыз бейнесі. Сабақтың мақсаты эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Бүгінгі сабақта сен шығармаларды салыстырып үйренесің, өлеңдегі қыз бейнесін анықтайсың, өлеңдегі кейіптеу, эпитет, теңеу сөздерді, аллитерацияны табуды үйренесің. Балалар, бүгінгі өтетін Қызыл шұнақ өлеңіміздің авторы Сәкен Сейфуллин туралы білетін боламыз. Сәкен Сейфуллин, шын аты Сәдуақас, 15 қазан 1894 жылы Қарағанды облысы Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Қазіргі қазақ әдебиетінің негізін құраушы, ақын және жазушы, ұстаз, қоғам қайраткері, Қазақстан жазушылар одағының негізін қалаушы. Шығармаларын туған жерге, табиғаттың сұлулығына арнап жазған. Сәкен Сейфуллин атында көшелер, театр, кітапханалар, оқу орындары және мұражайлар бар екен. Бүгін сендермен Сәкен Сейфуллиннің Қызыл шұнақ өлеңін мен танысамыз. Қызыл шұнақ, шытын айды тыстаяз, қызыл шұнақ үскірік, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі деммен ысқырып, ұшан теңіз қалың қар, жерді басып жабады, шұнақ аяз жалаңдап, екі санын сабады. Мұздай демі бет қарып, аяз аузын ашады, құлақ танып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады. Ал сөздікпен жұмыс жасайық балалар. Қызыл шұнақ деген бұл жерде қызыл шұнақ. Бет қаратпайтын қатты суық үскірік аяз. Қызыл шұнақ дегенде көз алдарыңа не елестейді екен? Бет қаратпайтын қатты суық үскірік аяз. Бұл қай мезгілде болатын білеміз, балалар? Суық қыста болады. Өте қатты. Суретке қарасаңдар да аяз сырқыраған, сықырлаған, ысқырып, борандатып, жел бетіміз домбығып, үсіп, осындай қыстың өте қатты қыстар болады екен. Қысқы табиғат құбылыстарын атап сипаттаңдар. Қыста қандай табиғат құбылыстары болады дедік, жаңа ғана айттық, бет қаратпайтын аяз, суық, боран, үскірік. Аяз қалай келеді екен? Ысқырып келеді екен. Көзімізді аша алмайтындай қатты үскірік аяз болады екен. Қызыл шұнақ өлеңінен қылшылдап, жалаңдап, ысқырып, санын сабалап, аузын ашып деген сөздерді оқығанда қандай әсерде болдыңдар? Көз алдымызға не елестеп кетті балалар, қалаңдар? Қылшылдап дегеніміз қандай мағынаны білдіреді? Тоңып, дірілдеп, жалаңдап, жалаңдап деп нені айтады? Аяз жалаңдап келе жатыр. Жалаңдап деген жаңағы жылан тілін қайта-қайта бүйтіп сумаңдап шығартып келе жатады ғой, сол көз алдымызға елестейді. Ысқырып, санын сабалап, аузын ашып. Дұрыс айтасыңдар. Осындай әсерде боламыз. Көз алдымызға кәдімгі елестеткен кезде денеміз түршігіп, жаураймыз. Екінші бүгін біздің өтетін өлеңіміз Қыс өлеңі. Қыс өлеңінің авторы Жүсіпбек Аймауытов екен. Жүсіпбек Аймауытов 1889-1931 жылдар арасында өмір сүрген қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, ақын, аудармашы, қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі екен. Туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданында қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылында дүниеге келген. Жазушының Қартқожа романы,
әнші, боранды болжағыш әулие, тағы басқа әңгімелері бар екен. Ал бүгін біз сендермен қыс деген өлеңімен танысамыз. Жалп, 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 жалп жауды қар, тон киіндік тоңды мал, бұрқ, 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 бұрқ боран бар, боран жоқта тұман бар, қызыл шұнақ қызыл бар, суда айна тас мүсін бар, қуаулатқан қырау бар, боғы қатқан бұзау бар, үйіп алған отын бар, қалтыраған қатын бар, бүрсең деген лақ бар, сүмең деген қонақ бар, қыздар қылған шұжық бар, қонақ айтар қызық бар. Ай, балалар, балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Енді балалар, осы екі өлеңді қазір салыстырамыз. Өлеңдердің тақырыптары қызыл шұнақ және қыс өлеңдері. Осындағы өлеңдегі кейіптеу кейіпкерлер. Бірінші қызыл шұнақ өлеңінде қандай кейіпкер туралы суреттеледі? Дұрыс айтасыңдар, Аяз деген өлең. Аяз суреттеледі. Қыс деген өлеңде қыс туралы суреттеледі. Өлеңдегі табиғат құбылыстары қызыл шұнақта ойланайық, қане қарайық. Қызыл шұнақ өлеңінде аяз және қар туралы, Ал қыс өлеңінде қар, тұман, жалп-жалп жауды қар дейді. Тұман, аяз, қырау, боран, табиғат құбылыстары туралы айтылады екен. Енді өлеңдегі эпитет теңеу сөздер. Қане табайық. Қызыл шұнақ өлеңінде, бірінші өлеңімізде қандай эпитеттер бар екен? Қандай теңеулер бар екен? Қызыл шұнақ өлеңінде мұзға теңеп тұр, мұздай демі бет қарып дейді. Мұздай демін мұзға теңеп тұр. Демек, бұл теңеу екен. Қызыл шұнақ, жасыл ұшқын, бұлар эпитет екен. Келесі қыс өлеңінде суда айна тас мүсін, қызыл шұнақ дегендер бұлар эпитет екен. Жақсы, ал енді өлеңдегі аллитерацияны тауып көрейік. Аллитерация дегеніміз не еді? Алдымен есімізге түсірейік. Аллитерация дегеніміз не еді? Өлеңдегі сөздердің барлығының бір ғана әріптен басталу. Ал тауып көрейік. Қызыл шұнақ өлеңінде қандай сөздер, бір сөйлемдегі барлық сөздер бір ғана әріптен басталу керек? Ол дұрыс айтасың. Аяз аузын ашады. Аяз аузын ашады дегенде барлығы адам басталып тұр. Аяз аузын ашады. Ал қыс өлеңінде қане тауып көріңдер? Дұрыс айтасыңдар. Борқ, боран бар. Барлығы бұдан басталады екен. Демек, бұл аллитерация дейміз. Қане тексерейік. Дұрыс. Ары қарай. Енді осы өлеңдерге сүйеніп, өз жеріңдегі қысты сипаттап жазамыз. Әркім өз жеріндегі қысты сипаттап жазайық. Біздің қысымыз қандай? Көз алдымызға не елестеді? Қандай боран соғады? Қандай аяз келеді екен? Осыны сипаттап жазамыз. Ал үйге тапсырма.
46-шы 47-ші беттегі өлеңдерді ұнағанын жаттап аламыз. Қызыл шұнақ пен қыс өлеңінің қайсысы ұнайды, соны жаттап аламыз. Үлкендердің қар, аяздың түрлерін сұрастырып жазып аламыз дәптерімізге. Ата-аналарыңнан қар, аяздың түрлері, қандай түрлері болады екен сұрастырып жазып аламыз. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.